Барлығыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сын есімнің шырайлары дегеніміз не? Сын есімнің шырайлары қалай жасалады деген сұрақтарға жауап алатын боламыз. Жалпы шырай дегеніміз не? Белгілі бір заттың сындық сапасының басқа бір заттың сындық сапасынан артық не кем екендігін, әртүрлі дәрежелік сипатын білдіретін сын есімнің белгісі шырай деп аталады. Сын есімнің шырайлары екіге бөлінеді: салыстырмалы шырай және күшейтпелі шырай. Салыстырмалы шырай қандай да бір белгінің, сапаның, қасиеттің дәрежесіндегі айырмашылықты білдіреді. Салыстырмалы шырай рақ, рек, рақ, рек, лау, леу, дау, деу, тау, теу, шыл, шіл қосымшаларының көмегімен жасалады. Мысалы, үлкен, үлкенірек, кіші, кішілеу, көк, көкшіл және тағы басқа. Біркелкі заттың бірінің екіншісінен өте артық не өте кем екендігін көрсететін шырай түрі күшейтпелі шырай деп аталады. Сапалық сын есімдердің алдына күшейткіш буындардың үстелу арқылы жасалады. Сапалық негізгі сын есімдерге өте, тым, аса, ең, тіпті, нағыз, нақ, шымқай, орасан, ыңғай, кілең сияқты күшейткіш үстеулердің тіркесі арқылы жасалады. Мысалы, тым жақсы, ең әдемі, аса биік, өте үлкен. Бүгінгі сын есімнің шырайлары тақырыбы түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, жазылып қоюды ұмытпаңыздар.